Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен Алматыда тұрам, ал анам Семейде тұрады. Мен таза балды жақсы көремін. Бірнеше жыл бойы Өскеменнен Алтайский дары деген ұжымдық шаруашылықтан өте қымбат балды сатып алып тұрдым. Егер қателеспесем, бас алаяқтың немесе оның көмекшісінің аты Мәліков Қайрат Шаймұратұлы. Алғаш рет тапсырыс бергенде ол омартаның иесі емес, тек делдар екенін түсіндім. Себебі ол әр жерден бал жинап, оны әрі қарай сатып пайда табатын посредник. Сондықтан балдың сапасы омарта иелерінің ар-ождан деңгейіне байланысты әртүрлі болады. Басқалардан оның айырмашылығы, оның қолында сертификаттары бар, ал сертификатты әртүрлі жолмен алуға болатынын ұмытпаңыздар. Сондықтан оның балы өте қымбат. Телефонмен сөйлескен кезде ол мұсылманмын, намаз оқып ораза ұстаймын деген соң оның сөзіне сендім де алғаш рет одан 70 кг бал сатып алдым. Бірақ базардағы басқа балдардан сапасының айырмашылығын таппадым. Сондықтан келесі жыл Алматыда барлық көрсеткіштері бойынша тамаша балды одан 2 есе арзанға сатып алдым. Өткен жылы Еркізден осы алаяқ арқылы анама 32 кг биік тау балына тапсырыс беруге мәжбүр болдым. Өйткені басқалар Семейге жібермейміз деді. Мен оған тапсырыс берген кезде ол биылғы жылы омартада тек 4 шелек қана высокогорный бал жинады. Оның 3 шелегіне ақша төленді. Егер мен шұғыл төлемесем, онда соңғы шелекте сатылып кетеді деді. Мен 1 шелек балды сатып алдым. 21 жылдың қазан айында мен оған тағы да анама 1 шелек высокогорный балына тапсырыс бердім. Ол биылғы жылы высокогорный балдың өте аз жиналған, сондықтан ол шелек емес 1 килограммдық банкамен жөнелтетінін айтты. Мен келісіп 86.400 теңге төледім скидкасымен. Алаяқ мен алдап биыл жиналған высокогорный балын емес, 1 декабрь 2020 жылы құйылған горная разнотравье деп аталатын ескі балды жіберіпті. Мен оған звондаған кезде ол мені 2021 жылы жиналған жаңа высокогорный балын жібердім деп алдай бастады. Мен Еркізден банканың крышкасында жазылған 1 декабрь 2020 жылы құйылған деген цифрын фотоға түсіріп WhatsApp-ына жіберуіме тура келді. Содан кейін ол тағы да өтірік айтуға кірісті. Бұл өткен жылдан қалған высокогорный бал деп. Сосын мен оның өткен жылы тек қана 4 шелек высокогорный балын жинаған, оның 3-ін сатып жіберіп, соңғысын маған сатқанын есіне түсіргенімді, сол беті үнсіз жоғалып кетті, жауап бермей. Осы уақытқа дейін ойлап жүргенмін, егер кешірім сұраса кешіре салайын, ешкімге айтпай-ақ қояйын деп. 2022 жылы февраль айында умра жасаған кезімде фотоға түсіріп, WhatsApp-қа да статусқа қойған едім сол фотоны. Алаяқ соны көріп өзі жазды маған, тағы да заказ береме деп. Мен оның алаяқтық жасағанын есіне салып едім. Менің өзімді қорқытуға көшті, егер мен туралы жазсаң өзіңді масқара етемін деп. Бұл алаяқтың не ұяты, не ар-ожданы жоқ екенін ұғып, сіздерді ескертуге шешім қабылдадым. Оның мама мұсылмандығына сеніп алданып қалмасын деп. Қазір көптеген адамдар мұсылмандардың терісін жамылып, терісінің астына тығылып, елді алдауда. Мошенниктер мен аферистер қаптап кетті. Бұл алаяқ Алтайский дары және Алтай балдары деген, Алтайский мед, Алтайский дары деген атпенен бал сатады. Балдың сапасы орташа, ал кейбір сорттары орташа сападан да төмен. Алаяқтың сертификатына сеніп қалмаңыздар. Өзінің иманы мен ар-ұятын шайтанға ақшаға сатқан осы алаяқтың құрбаны болып қалмаңыздар деп ескерткім келеді бәріңізді. Онымен барлық переписка мен аудио жазбалары менде сақтаулы. Нарықта бал көп, базарда бал көп. Осы алаяқтан алғанша 2 есе арзан бағамен басқаларын сатып алған дұрыс. Оның 1 килограмм үшін 2400 теңгеден сататын балын басқалары 1200 теңгеден сатады. Сөздерімнің сенімділігі үшін жарнамадан скриншотты тіркедім.